Әли Имран сүресі 1-12 аяттар. Мейірімді де рахымды есіммен Алланың. Алиф, ләм, мим. Мағынасы бір Аллаға аян. Шексіз құдірет иесі Алла. Одан басқа тәңір жоқ. Ол мәңгі, тірі және барлық жаратылысты қорғаушы. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ол саған бұған дейінгі жіберілген кітаптарды растайтын, ақиқатқа негізделген кітап Құранды жіберді. Сондай-ақ Тәурат пен Інжілді түсірді. Сол арқылы бұрынғы адамдарға тура жол көрсеткен болатын. Содан соң Фурқанды, Құранды түсірді. Алланың аят белгілеріне қарсы шыққандарға қатты азап бар. Алла азиз, аса үстем кек алушы. Ақиқатын айтар болсақ, жерде де, ғарышта да Алладан жасырын қалатын еш нәрсе жоқ. Ана құрсағында жатқан кездерінде-ақ Алла сендерді өзі қалаған бейнеге келтірді. Одан өзге тәңір жоқ. Ол азиз, аса үстем, әрі хәкім. Ол саған, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ішінде мұхкәм, мағынасы айқын да берік аяттар бар кітап түсірді. Ол аяттар кітаптың негізін құрайды. Оларға қосымша тәпсірлеуді қажет ететін мүтәшәбих, астарлы мағынадағы аяттар бар. Көкейлеріңде бұзық пиғылы бар пенделер іріткі салу мақсатында сол аяттардан өздеріңе қажетті астарлы мағыналар тауып алады. Бірақ аяттардың шынайы тәпсірін бір Алла біледі. Терең білімді ғылым иелері дұрыс пайымдап иман келтірдік. Мұхкам мен мүтәшәбихтің бәрі де Алладан, дейді. Парасат иелері осы ақылға тоқталады. Жаратқан иеміз тура жолға түсіргеннен кейін біздің жүрегімізге күмән кіргізіп адастыра көрме. Бізге өзіңнің рақымшылығыңды сыйла. Шындығында сен барлық тіршілік атаулыны сыйлықпен қарқылушысың. Жаратқан иеміз сол қиямет күні адамзат түгел жиналатынына еш күмән жоқ. Алла өз уәдесінен айнымайды. Күпірлік еткендердің жинаған дүние мүліктері де, мақтан ететін көп балалары да олардың Алланың азабынан қорғай алмайды. Олар тозақ отының отыны болады. Перғауын мен оның әріптестері және оған дейін өмір сүргендер де дәл осындай күйде болған. Олар біздің жарлығымыздың жалғанға санаған еді. Осы күнәлары үшін Алла оларды жазаға тартты. Алланың азабы қатты. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Иман келтірілмеген пенделерге көп кешікпей сендер жеңіліске ұшырайсыңдар. Барлығың жаһаннамға жиналып топталасыңдар. Ол қандай жаман орын десеңші, деп айтқын.